секс дегеннен көп адамдар неге қорқады өйткені бірақ енді ол өзіңе уақыт бөл немесе өзіңнен қашу деген екі нәрсе, бөлек нәрсе. Ой, жоқ, керек емес, менде бәрі жақсы, бәрі толып тұр дейді ғой көбісі. Махаббат қиыншылықтан басталады деген сияқты болып қалды да. Ана туылу үшін ананың образы бостандығы бөлу керек. Просто жетпейді. Қазір депрессияда болған әйел, оған күші жоқ. Өтіп кету мүмкін емес, конфликт болу керек, және конфликттер өте пайдалы, өйткені бала ұйықтап жатыр ма? Жата қал, ұйықта. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адам және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем жаным. Сәлем Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Дұрыс па? Дұрыс. Бүгін біз бір қызық кино алдық. Айтып жібересің ба оның атын? Секс жеткілікті болмайды деген кино, француздың режиссері. Менің ойымша бұл кино босанғаннан кейінгі депрессия туралы кино. Сонымен қатар жаңағы киноның атауына тағы бір көңіл аударатын болсақ, бұл жерде режиссердің айтпағы екі жұп арасында секс жеткілікті нәрсе емес. Сәтті отбасы, жақсы отбасы болу үшін, оның ішінде басқа да ішінде компоненттер бар деп айтсам болады. Сондықтан да бұл елдің бәрі тек секс осы екі жұпты бәрі жақсы болса, әйтеуір бәрі жақсы болады деген сөз. Жақсы отбасы болады деген кепіл емес. Сондықтан да осы мағынаны білдіреді. Ал жаңағы босанғаннан кейінгі депрессия бұл кәдімгідей бүгінгі таңда үлкен проблемалардың бірі, бірақ оған онша көңіл бөлмейтін сияқты көбісі. Ол туралы қазір айтамыз. Ол кішкене тоқтай тұрайықшы. Біздің Барбара деген кейіпкер бар осы кинода. Басын кішкене алайық та, ол енді бас салды туа салмады ғой. Бұл әдемі бір махаббат, махаббат әңгімесі деп басталады, Бізде маған өзіме қызық болған нәрсе бұл Барбараның өзіне қойылған сұрақтары. Соған көңіл бөлдім. Ол сұрақ басталды: махаббат неден басталады? Сосын ол бірінші кездескенде, әлде бірінші мен сені жақсы көрем деген сөзден бе деген сияқты сұрақтар қойды. Мен ойлаймын, осы сұрақтарға сіздер де жауап берсеңіздер қызық болады. Сіздер үшін махаббат неден басталады деген сұрағын қойғым келеді, қызық болады егер бөліссе адамдар. Саған, сен үшін махаббат неден басталады? Махаббат бірінші ұнатудан басталады. Екінші адамдардың өзінің ынтасы бойынша бір-біріне тартылуы. Үшінші, енді бірге боламыз, болмаймыз деген бір шешімге келу әрі қарай. Және сол қарым-қатынасты өсіру. Ол қарым-қатынастың өсу деңгейі әртүрлі. Ең басында олар тек қыз бен жігіт болып, тек киноға баратын болса, серуенге баратын болса, одан уақыт өте келе бұл қарым-қатынас өсе береді. Достармен таныстырады мүмкін, отбасымен таныстыру да мүмкін. Жайлап әр адам өзінің өміріне шақырады. Міне менің өмірім, таныс, міне менің ортам, менің мынау қызығушылықтарым бар. Менің ата-анам осындай деген сияқты көп жағдайда жайлап уақыт өте келе адамдар сіңісіп бастайды әр жұптың өміріне. Сол кезде адамдар келіссе әрі қарай отбасы болады деп ойлаймын. Келіспеген жағдайда әрине махаббат бітеді. Ол былай енді осы біздің кейіпкерімізге қайтып келсек, оның ойынша махаббат қиыншылықтан басталады деген сияқты болып қалды.
өйткені ол айтты, ол көтерді, босанды, сосын ана туалетте отырғанда ішінен андай токсикоз деген нәрсе пайда болған кезде 9 месяцев счастья. сол кезде оның айтқан сөзі, шындықта махаббат осындай кезде басталады деп айтты. Оның ойынша қиыншылық басталған кезде шынайы махаббат екенін біз көреміз, бар ма, жоқ па деген сияқты ма. Әрине, сенікі дұрыс. Ол махаббат деген ол бір қатып қалған нәрсе емес. Ол өзгеретін, ол бір нәрседен екінші нәрсеге ашылып, ары қарай дамитын нәрсе. Ал енді осы біздің проблематикамызға қарасақ, осы біздің кейіпкер, біздің Барбара жақсы көріп қалды, әдемі жігіт, жақсы бір құбылыстар болып жатты. Содан кейін бала пайда болды. Және де бір нәрсе өзгерді оның ішінде, осы біздің анамызда. Басты кейіпкер, Барбарада. Қиыншылық дегенде негізі біз енді ғана жүріп бастаған кезде, танысқан кезде, әрине онда қиыншылықтар сразу дереу дайын болып келе салмайды ғой. Сондықтан да ол әр жақындаған сайын адамның арасында дистанция қысқарады. Мысалы, біз екі үйде тұрып, жай кездесіп, серуенге барып тұратын болсақ, егер уже бірге тұрып, сөйтіп өмірімізді жалғастыратын кезде дистанция қысқарады. Бір рет кездесесің, 2 рет кездесесің, 10 рет, 50-ші рет кездескен кезде адам деген бір-біріне тақалып, бір-бірінің кемшіліктерін айқын көре бастайды. Сол кезде тағы үшінші адам пайда болады. Өзіңмен танысып жатқан кезде бұл жерге тағы шын солай ғой, солай болады ғой. Өмір деген өзің енді өзің жинап, мына кісі мынандай екен, бүйтеді екен деп қарап жүргенде тағы басқа бір танымайтын адам. Өмір деген өзінің бір кезеңдері болады ғой. Әр кезеңді өте келе, әр бір жұп өзінің бір кризистерін өтеді, басынан кешеді. Сол кезде ер адам өзінің бір көзқарастарын көреді, әйелге деген, әйел адам үйде, үй тұрмысында қандай екенін көреді, әйел ер адамның тұрмыста қандай екенін көреді. Ол деген ұрысып қалса, екеуі екі жаққа кететін, үйде жоқ, уже бір отбасы болғаннан кейін амал жоқ, екеуі бір үйде қалады. Сондықтан да бұл жерде конфликтті шешу үшін түрлі шешімдерді іздейді. Сол шешімдерді іздеу барысында әрине ең қиын сәт екеуі кәдімгі инфантильді позициядан шықпаса, әрине ұрыс керіс болып ажырасып кетуі де мүмкін. Бірақ көбінесе адам бұл конфликтті өтіп кету мүмкін емес, конфликт болу керек, және конфликттер өте пайдалы. Өйткені жаңағы сен айттың ғой, әрбір қарым-қатынастың бір формасы болады деп. Ол форма өзгеру үшін екі адам да өзгереді, әрбір алдына келген әртүрлі ситуациялардың арқасында олар қалай оны алып шығады, қалай оны шешеді, соған байланысты форма өзгереді. Форма өзгермеген жағдайда екеуі бір күйзелісте бұл енді қайтадан біз айтқандай, бұл табиғат құбылыстары ғой, өзгеру. Енді біз бірақ оған ешкім дайын емес қой, мектепте оны үйретпейді, үйде көбінесе мүмкін айтпауы да мүмкін. Айтылмайды. Мысалы бізде мен енді қазір Қазақстанды қарайықшы, әлемді деп қарамай қояйық, бірақ енді бұл әлемдік кинолар маған ұнайтыны осы біздің бағдарламамыздың басқа Франция болсын, Америка болсын болып жатқан нәрселерді біз түсінеміз, бізде де бұл бар нәрсе, бізге де тән нәрсе, оларға да тән нәрсе. Бұл нәрсе біз енді тек қана Қазақстанда ғана емес, бірақ енді мен өзім қарағым келеді, осы послеродовая депрессия деген нәрсе, қазақшасын айтқанда босанудан кейінгі депрессия. Бұны жай ғана бір
бұл дерт әлемде, мысалы, бірақ әлемде. бізде бұл әйтеуір өзінің Еркелігі, әйелдің еркелігі деп қаралатын нәрсе. Бірақ әлемде бұл кәдімгі дерт, бұл психологиялық аспектіден қарасақ, нағыз бір егер шешілмесе уақытында бір қатты жаман деп айтуға болады, жаман құбылыстарға алып келеді, денсаулықты құртатын, шынайы денсаулықты құртатын. Жүйке тозады, баланың да, ананың да, және жанұяның деп айтуға болады. Дұрыс айтасыз. Неге Қазақстанда әлі күнге дейін бұл нәрсе осылай бір еркелік деп табылады? Сенің ойынша? Менің ойымша бұл ең бірінші адамдардың эмоционалдық тұрғыда сауаттылығының аздығы. Өйткені адамдар өздерін танымай, басқа адамдармен бас қосып, отбасы болған кезде ығы-жығысы шығады, бір-бірін түсінбей. Екіншіден, менің ойымша, біз енді басқа елдерді қарастырған кезде, олардың әрқайсында, әрбір салада бір жақсы мамандар бар, кәсіби мамандары. Егер осындай бір проблема болса, арнайы психологтары бар, арнайы мамандар бар, терапевттері бар, бәрін ретке келтіретін сондай бір жолдар бар, амалдар бар шешетін. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда да енді бұл культурологиялық бір аспект шығар. Енді қазақ болғаннан кейін бізде түрлі әдет ғұрыптарымыз бар, дәстүрлеріміз бар. Кейде енді өмір заман өзгеріп жатқаннан кейін, кейде біз ер адамдардың немесе енелердің сол бұрынғы әдет ғұрыптарымен салыстырып отырады бүгінгі өмірді. Біз 10 бала туып едік, бәрін өсірдік, аман есен шықты, бірақ сен бір бала қаралмай отырсың, не болды соншама деген сияқты тиісетін адамдар болады. Бірақ дегенмен ол заманда енді басқа мүмкіндіктер болған. Басқа уақыт қой ол кезде. Басқа уақыт. Ол жерде мен өзім ойлаймын, енді ол кезде не тамақ ішу, қалай өмір сүру деген көп сұрақтар қойылды. Әрине ол кезде тек аман болсаң болды ғой, ол жерде басқа бір іштегі басқа факторлар жұмыс істейді. Қазіргі кезде ол өзгерді, әрине өзгерді. Әрине біз ары қарай өсіп жатырмыз, дамып жатырмыз. Ол да дамудың бір жолы ғой. Бірақ та мен сенімен келісем, әлде біздің ойымыз қалып қалған. 10 бала туды, болды. Қазіргі кезде басқа, аналар басқа. Енді біз сен 10 бала туған ана сияқты емессің деп не істейміз? Ондай болса біз сол болатыр, енді шынын айту керек. Біз жоғалтып жатырмыз. Әйелдерді де, отбасы да, баланы да. Оны айтпасаң да болмайды. Терезеден де секіріп жатыр, балаларын да өздерінің қалдырып жатыр. Ол да болып жатқан нәрсе. Ал енді оны жаманын жасырып, жақсыны асырып деген кішкене басқаша естіліп жатыр да. Біз алған тақырыбымыз маған өте таныс. Өйткені мен өзім анамын. Менде 2 ұлым бар. Мен білемін, ол іште қандай нәрселер болып жататын. Олар егер сен айтқандай эмоционалдық сауаттылығың болмаса, кәдімгідей қорқатын нәрсе. Көп нәрседен қорқасың. Неғып мен осылай ойлап жатырмын? Неге мен қорқып жатырмын? Неге мен шаршап жатырмын? Неге мен жылағым келеді? Біз мына киномызда, бізде оны көріп отырмыз. Олың бір жақсы бір сөз айтты, естіді. Айтады, мен жылай берем, өзім судан пайда болған нәрсе сияқтымын дейді. Я все время плачу. Мне кажется, я вся наполнена водой. Көл болып баратырмын дейді. Көл болып баратырмын дейді. Мен көл болып баратырмын. Сонда айтқан сөзі өзі қорқып айтып жатыр ғой. Бірақ оны естіп жатқан еркек жоқ. Шығып кетті, қашып кетті ол. Біз көріп жатқан. Бұл қиыншылықтан қалай шығуға болады? Егер сенің эмоционалдық сауатың аз болса. Өте дұрыс нәрсе айттың. Жаңағы эмоционалдық сауаттылық деген кезде секс дегеннен көп адамдар неге қорқады? Өйткені өздерінің денелерін тіпті білмейді, таныспайды. Тіпті
қыз болудың да ер адамның болуы да есеуі де өздерінің түрлі деңгейлері бар ғой. Мысалы етек кірі келген кезде қыздың ол бір есеуі, иә, әрі қарай дене бітімі өзгеріп жатқан кезде ол басқа өзгерістер. Сол сияқты жаңағы әрбір ата-ана өзінің баласына түсіндіру керек та, бұл не болып жатыр сенің денеңмен, қай жерің өсіп жатыр, қай жерің өзгеріп жатыр, қандай киімге кию керек. Бұл деген көп жағдайда сөйлеспегенде тіпті іш киімді де енді ауыстырып келді ғой, баяғы кішкентай балалардың киімі емес, уже есейген адамдардың басқа киімдерін алып көру, ол да бір ұят сияқты болып көрінеді. Әрбір қыз балаға да, ер балаға да. Ер баланыкі мүмкін онша білмейтін де шығар, бірақ қыз балаға өте көп нәрсе өзгерістерді өзі біліп тұрады. Бірақ оған жақындау, ол темаға жақындау қорқынышты. Тіпті біз жаңағы американдық киноларды көрген кезде аналары тойлайды қыздармен, етеккірі келген кезде ше. Ал біздің қоғамда етеккір десе кішкене бір кір нәрсе сияқты, лас нәрсе сияқты бір қабылдайды да қоғамда. Сондықтан да бұл жерде білмегендіктен табиғаттың ісі ғой, былай қарасаң енді. Бұл деген енді шынымен де үлкен той ғой енді. Біреу жетіп жатыр, біреу жетпей жатыр, ол жасқа. Ол да бір жақсы белгі. Әрине мен деген қазір романтизация етіп көрсеткім келмейді. Әрбір әйелдің өзінің бір таңдауы бар. Туа ма, тумай ма, ол әр адамның өзінің шешімі. Бірақ дегенмен жаңағы әрбір қыз мысалы сол деңгейлерді кішкене болса да бір білетін болса, тіпті гинекологқа барған кезде де адамдар қорқады ғой, қыздар көбінесе. Кімге барам, не айтады екен, не істейді екен деп, ол деген адамды, басқа танымайтын адамды денеге жақындату, ол қорқынышты. Бірақ ол енді 13 жасында, 15 жасында болса да қорқасың. Қорқасың, әрине. Өйткені не айтып қояды, бір дөрекілік айта ма, немесе денең туралы бір артық нәрсе естіп қоям ба деп қорқады. Тіпті 30 жасқа дейін есейіп келген адамдардың өзінде де көп жағдайда гинекологқа да бармайтын сондай оқиғалар бар. Ол енді бар нәрсе дұрыс қой. Біз енді неге біз не істеуге болады дедің жаңа сен? Мен не істеуге болады дедім. Соған сол тұра басында айтып жіберейік. Не істеуге болады дегенде, менің мысалы не сұрағым келеді. Бұл бала босандым, мысалы мен ана болдым, әдемі әңгімеміз бар, жолдасым бар, той өтті, бәрі күшті болды. Енді шында бір кезде бала пайда болды, бір құбылыстар ішімде, сыртта да басталды. Бұл жерде жаңағы бала туылғанда да әйелдерде түрлі бір эмоциялар болады да, бір сезімдері жоқ сияқты болады. Сол кезде бір бауыр басу процесі де басталады. Ол бауыр басу процесі бірден бала туыла салып оны жақсы көру емес, ол күнде әрбір минут сайын уақыт өте келе бір танысу, қолдармен бір ұстау, мысалы бір омырауына келіп емізу, уақыт керек. Ол байланыс деген тез арада пайда болатын нәрсе емес, ол жайлап күннен күнге бір асырып, енді өткені бала туылған кезде ол жылағаннан басқа еш нәрсе бере алмайды ғой әйелге. Ол деген, ол да түсініксіз жағдайда, әйел де түсінбейді, неменен жылай береді, мен де жылағым келеді, оған қосылып. Кәдімгі екі жаңа адамның танысуы. Сонымен қатар, бұл жерде тағы да біздің қоғамда әйелдер қатты андай келіндік бір міндеттерге көп беріп кетеді да, баласын ұмытып кетеді, немесе өзінің не болып жатқанын да түсінбей қалады да. Сол кезде бала да далада қалады, өзі де бір түсініксіз жағдайда жүйкесі тозып отырады. Сол кезде нағыз дағдарыс басталады. Сол жағдайларда әрине жаңағы Маслоу пирамидасын алатын болсақ, ең базовый потребности адамдардың қалауларын алатын болсақ, ол деген жаңағы тамақтану, ұйықтау, тағы да не еді? Безопасность, қорғаныс. Сол қалауларда соны жабу керек, біріншіде. Мен айтайын, менің анам өзіме өте жақсы кеңестер берген. Мен ана болған кезде маған ол көмектесті. Ол айтты, бала ұйықтап жатыр ма?
жата қал, ұйықта. Андай шын, мысалы ол кезде мен білмеймін ғой, мына базовый потребности деген, да, ол базаны жабу керек деген, ұйықтау, тамақ ішу, қорғаныс, иә, мысалы оны білмеймін, бірақ анам сөйтіп айтатын, бала ұйықтаса сен де жатып ұйықта қал, ешқандай андай сотка қарама дейді, сотка қарама, ешкіммен сөйлеспе, ұйықта дейді. Сонда мен енді шыны керек анамды естеймін, тыңдаймын, өзім білмеймін, бірақ қорқасың, бірдеме болып жатыр, ойлайсың қазір демалып жатыр ма, не істеп жатыр деп. Андай ойың көбісі аналар бүйтеді. Мен білемін, ол енді шыны керек. Бала ұйықтады ма, о менің уақытым басталды. Мен қазір өзіме қарай аламын, мен досыммен жазамын. Өтірік, өйткені ішіңде көп деген нәрселер сен бұрынғы өмірге қайтып келе алмайсың. Ана 1 сағаттың ішінде қайтып келе алмайсың, ал енді демалмайсың, шыны керек. Сонда ең бірінші бізді кеңес сияқты, егер жаңа ана болса, ол ұйықтау, ол тамақ ішу, және де ол өзіңді ішіңнен андай қорғаныс сезімдерді көбейту, үлкейту деген сияқты ой. Қорғаныс дегенде енді бұл жерде жеке шекараны қорғау, әр жерде жүрмеу, мысалы ең басты акцент бұл анада және балада болу керек. Егер ананың жүйкесі тозып бір шамасы болмаса баласына деген, ол балаға да ешкім керек емес, ата-анасынан басқа. Екіншісі жаңа қолдауды сұрау. Жұрттың бәрі звондайды, сен не істеп жатсың, саған қандай көмек керек деген кезде сразу ақша лақтырыңдар деп айтқым келеді да. Клиенттеріме де сөйтіп айтамын, мысалы кім қолдаймын, не қандай көмек керек десе ақша лақтырсын, өйткені клининг бар, мүмкін өзіңіздің қолыңыздан үйді тазалауға мүмкіндік болмаса басқа адамдардың көмегін сұрауға да болады. Тамақты дайындауға бір мүмкіндік болмаса оған да бір полуфабрикаттарды, енді уақытша нәрсе ғой ол, соны да мен өзім қазір сен мысалы қазір менен сұрашы, жоқ шыны сен сұрап көрші менен қандай көмек керек. Қандай көмек керек? Жоқ, ешқандай көмек керек емес, бәрі жақсы. Біз сөйтіп айтамыз ғой. Бірінші, ал егер мен енді ойласам, ал енді екінші рет сұрап көрші. Саған қандай көмек керек жаңа? Маған егер көмегің келсе, ақша Каспиге лақтырсаң, мен оны памперсқа ма, ал бір няняға бір 2 сағатқа ма жалдаймын, өзіме бір керек нәрсемді алатын шығармын. Егер шынайы көмегің керек болса, ақша лақтыруға болады. Көңілің бар болса, жоқ болса, ол сұрағаныңа да рахмет. Шын ғой, енді бұл сіздер жазып көріңіз, сондай нәрсе істедіңіздер ма, сізден сұраған кезде сіздер не деп жауап бересіздер? Қызық, маған өзіме қызық. Егер саған көмек керек па деген сұраққа қалай жауап бересіздер? Ой, жоқ, керек емес, менде бәрі жақсы, бәрі толып тұр дейді ғой көбісі. Бірақ ақша беріп жатса да қой алмаймын дейді. Бірақ негізінде бұл қолдауды алу керек, қабылдап үйрену керек деп ойлаймын. Өйткені мен қазір мынау наглый психолог деп ойлап қалмасын жұрттар, бірақ енді күйзелістен шығу бұл өте қиын процесс та, сондықтан да өз-өзіңізді бір бөлектеп жинағанша лучше алдын ала сондай заттарды бір уақытыңызды босатып, ұйықтауға бір мүмкіндік бере алатындай бір уақытты тауып, тіпті шай ішуге де мүмкіндік болатын, немесе басыңды жуып, ең болмаса адам сияқты болып отыратын жағдайға келу үшін бір көмекші де керек болып қалуы мүмкін. Мүмкін көмекшіге де ондай көп ақша жоқ болса да, 1-2 сағатқа да адамды жалдауға болады. Әрине, бұның қасында тағы да бір әйелдердің бір нелері пайда болады, андай қорқыныштары. Ой, мен басқа адамдарға қалай өзімнің табыстаймын баламды, басқа адамдар қара алмайды, менің күйеуім де қара алмайды, мен ғана тек қана қара аламын деген сияқты әңгімелер. Бұл негізі отбасыны кәдімгідей жұмыс деп алатын болсақ, әрбір жұмысқа келген кезде испытательный срок деген бар ғой, 3 ай, 6 ай. Бұл 3 ай, 6 айда адам енді басшы келген адамның не істеп жүргенін көреді. Екінші, бұл басшы деген баламыз ғой, сол қадағалап жатыр ғой, өтесің бе, өтпейсің бе ары қарай деген сияқты. Бұл да енді ер адамдардың да арасындағы қарым-қатынас болуы мүмкін да, енді тіпті бұл жерде басшы деп қарамай, мен менеджер сияқты қарау керек та, мен қандай менеджермін, мен үйдегі тұрмыстағы өмірімді қалай менеджер етіп жатырмын да.
соның барлығын қарау керек деп ойлаймын сол жақтан. Екінші, жаңағы каскадирование задач дейді ғой. Әйелдің жаңағы өзінің қызметін, түрлі бір міндеттерін жайлап болса да біреуге беру. Сен ананы істеп бере аласың ба? Ең болмаса бір ананы турап кетші, мусорды шығарып кетші деуге де болады ғой. Бұл деген каскадирование задач. Бұл әрбір менеджердің жаңағы мекемеге келген кезде үйренетін кәдімгі бір жұмыстың тәжірибесі. Программасын сонда салуға бола ма? Әрине. Мен ойымша бұл деген отбасында енді өмір деген енді бір жағынан ойын сияқты, бір жағынан енді адамдардың түрлі бір әрекеттері бар, мінездері бар. Оның арасында енді жоғалып қалмас үшін біз деген түрлі экологиялық тұрғыда бір шешімдерді іздей бастаймыз ғой. Сол кезде ең жақсы менеджер өзінің тапқан бір шешімі, ол сол ұтымды шешімдері деп айтайықшы. Сол нәрселері көп көмектеседі. Жаңағы Барбараға да оралатын болсақ, ол деген әке-шешесі, бір туысқандары, құрбылары келіп уже қолдауын береді ғой мүмкіндігінше. Бұл жерде де Барбараның да жаңағы сұралмауын да көреміз. Сосын аяғында күйзеліске келген кезде уже бәрі анау езіліп қалған жағдайда ғана көңіл бөліп бірақ байқағанын көреді. мен өзім ойладым, осы ол қызы ғой, есімде қыз кәдімгідей бірнеше уақытқа қызын қалдырып кеткенде, сол кезде мен таң қалдым. Сол кезде мен ойладым, мен өзім ана болғандықтан, ол әкесімен қалдырды. Тут я ничего не могу вам сказать. 17-го, говорите? Өзі шешесіне кетіп қалды, өзінің бұрынғы тұрған үйіне кетіп қалды. Мен ойладым, қалай ол солай істеді? Өзімде бір түрлі сезім болды, өйткені мен ойладым, не деген қатыгездік деп па? Жоқ, мен ойладым, неге менде ондай батылдық жоқ деп ойладым. Өйткені былай қарасаң, ол істегені дұрыс болды ғой, бір жағынан. Өйткені ол өзін таңдады. Психологиялық, эмоционалдық күйін нормаға алып келуге ең басты деп көрді. Ол дұрыс шешім. Ол ойлады, өйткені андай өзін ұстай алмайтын, айқайлай беретін, көңіл күйі жоқ әйел және шеше қандай болады, қандай ана болады, ол қандай балаға, ол түсінді. Қазіргі кезде ол өзінің баласына да жау сияқты. Ал енді біз ондайды айта алмаймыз. Қандай шаршайтын болсаң, менің балам, ол менің қасымда. Біз шаршайтын болсақ, біз баламызды алып, анамызға барып, солай ғой, шын ғой. Ал енді ол кәдімгідей кетіп, өзінің бір кітаптарын оқып, жазуын жазып. Ну, что такое? 10 диссертация. Өте ақылды қыз. Мен сонда ойладым, енді ол өзі психолог болғандықтан, ол кәдімгідей бар жағынан шынайы өтіп жатты. Не болып жатқанын зерттеп өтті. Сол да мен ойлаймын, бір кеңес шығар. Өйткені ана болғандықтан, мен білмеймін енді, шын болсын, өтірік болсын, мен білмеймін ананы, ол осындай бәрі күн деп сияқты өтіп атқан, бәрі ашық, ақ бәрі деген сияқты ондай ана көрген жоқпын. Ана болғандықтан бәрін де көресің, бәріне де шыдайсың, шыны керек, бәріне де көнесің, бірақ та осыған қарап ары қарай дами бересің. Ал егер дамымайтын болып тоқтап қалсаң, енді ол өте көңілсіз нәрсе болып шығады аяғында. Ал енді біз ары қарай өтетін болсақ, осы мен кішкене неміңізге қарап айтып көрейінші қазір. Бұл жерде тағы да қоса кететін зат, екі жақты
жұмыстың болғанын көреміз да. Әйел де бір әрекет жасайды, ер адам да әрекет жасайды. Екеуі бірін түсінбесе де, әйтеуір бір нәрсе қылып, бір кетіп қалса да қайта оралып, бір сөйлесуге бір қадам жасайды да сол кинода. Өте жақсы отбасы деп ойлаймын, өйткені барлық кезеңдерді әйтеуір жыласа да, күлсе де, күйзелісте жүрсе де жақсы көрсетіп шықты. жатты олар, көрсетіп жатты, тығып жасырып жүрген жоқ. Шынай, менде бір басқа бір досы кіргенде, досына да дос ұят қой деп айтқан кезде, не деп, несі ұят? Мне осточертели твои упреки, Барбара. Я сыт ими по горло. Көрсін, енді осындай болып жатыр. Біздікі сол ғой, біз егер адам қонақ келсе, жоқ, біз осындай бәрі жақсы. Сразу маска киіп алып. Маска киіп алып, қонақ кетсе, ішімізден деген тынып кете береміз. Мен осы ата-аналық парыз өмір шарт деп жазылып тұр да менде. Бала, мен өзім ойым, мысалы, егер осы киноны алатын болсақ, біздің Барбарамызда бар ондай сөздер. Мен өзімді жоғалттым, мен өзімнің өмірім жоқ болып кетті деген нәрсе. Матерью не рождаются, матерью становятся. Ответственность за другого. Нас заставляют думать, что все чудесно. Материнский инстинкт — современный миф. Как раньше женщины обходились без анестезии? Ол енді психологиялық жағынан сұрайық. Бір басында, мысалы, бала пайда болды, менің өмірім до, после деген сияқты. Осы нәрсе қалай ол психологиялық жағынан? Сен айтып кеткен бір сөзің бар, сол сөзіңді естігім келеді да қазір. Негізі ана туылу үшін ананың образы бостандығы өлу керек. Өйткені басқа жол жоқ десе? Басқа жол жоқ. Бостандық өлу деген бұл қайта өмірді сен қайтадан кеше алмайсың. Кеше алғанның өзінде де бұл әйелге деген көп жүк түседі. Өйткені ол деген баяғыдай қыдырғысы келеді, баяғыдай шыққысы келеді, бірақ қазір енді бала туылса, оның уақыты шектеулі, бостандығы шектеулі. Өйткені барлық жұмысы, барлық өмірі балаға тәуелді болып қалады. Мысалы, тағы да бір кино бар ғой, сол жерде Джулия Робертс құрбысынан сұрайды, сен қалай келдің баланы көтеруге, босануға қалай келдің бұл шешімге деген кезде, құрбысы айтады, ой қарағым, бұл деген оңай нәрсе емес, бұл бетіңе татуды өмір бойы тағып киіп жүру деген сияқты айтады. Сондықтан да ананың рөлі пайда болған кезде бостандық өледі. Иә, шын. Бірақ енді ол басқа бір жаңа өмір пайда болады. Басқа жаңа өмір, басқа деңгей. Иә, басқа деңгейде. Біз көрдік, мысалы, бұл кинода қайтадан біздің кейіпкеріміз қыдыруға барған кезде ол қызықсыз болды. Оған қайтып оралғың келмейді. Ол шын керек. Оны аңсап жатқан нәрсені қазір мен ойлаймын, осы бір сұрақ қойға болады өзіңе. Мен түсінбеймін, мысалы, мен шаршадым, өзімді іздегім келеді. Сонда отырып, ал қазір мен сол бұрынғы өміріме барсам, маған қызық бола ма? Мен ойлаймын, көбісі айтады, жоқ. Бұны енді бастан кешпегеннен кейін түсінбейсің ғой. Оны көріп түсіну үшін сен оны қадам жасап көру керек та. Жаңағы клубқа барған кезде құрбыларымен Барбара. Такое случается, что пары расстаются сразу после рождения ребенка. Моя жена могла бы вам много об этом рассказать. Моя бывшая жена. Іштей бір диссонанс болады да, мен не істеп жүрмін, не істеп отырмын, балам үйде отыр, мен яқта не істеп отырмын. Бір жағынан бір өткен шақтағы жақсы өмірі, екінші жақтан бүгінгі таңда ана болған кезде бір іштей бір түрлі сезінеді да. Сол кезде айтарым, жаңағы көбінесе қоғамда да біз көреміз ғой, әйелдерді туа салып сразу жұмысқа шығып кетеді деген сияқты. Бұл деді балағаттауға болмайды, енді әрине, өткені әрбір әйелдің өзінің бір тағдыры бар, хикаясы бар. Оны сезіну үшін әрине ол эмоционалды түрде өте ауыр, жаңағы баламен әрдайым болу 24 сағат. Сондықтан да тіпті өз-өзі мен шай ішіп, бір ешкім оны бөгет жасамай отырудың бір өзі кәдімгідей рай сияқты болып көрінеді. Сондықтан да бұл жерде айтпағым, әйел
әрине шыққысы келеді, тез жұмысқа шыққысы келеді, әйтеуір көңілін аулау үшін, жаңағы сезімдерінен қашу үшін. Бірақ олардың да әр адамның, әр әйелдің өзінің таңдауы бар. Сондықтан да бұл жерде қатты сөкпей, әрбір жанға, әрбір әйелге қолдау беру керек. Бар, мына ақшаң, шай ішіп кел 1 сағатқа деп та, немесе тіпті ана бұрыштағы жерге барып серуендеп кел паркте. Өзіңе де уақыт бөл. Бірақ енді ол өзіңе уақыт бөл, немесе өзіңнен қашу деген екі нәрсе, бөлек нәрсе. Мысалы, менің ойым, туа салған баланы қалдырып жұмысқа шығу, бұл енді әртүрлі жағдайлар болады, әркімнің өзінің бір өмірі, бірақ енді егер ақша сұрағы емес болса, ал енді менің өзімнің ойым жұмысқа шығып кетейін деген ойлар пайда болса, олар енді өзіңнен қашу деген сөз сияқты маған. Сезіміңнен қашу. Мысалы, мен қазір жұмысқа шығып кетем, қайтадан бұрынғы өміріме кірем, бірақ бұрынғы өмір болмайды. Мен айтып кеткенім, өзім 2 балам бар болғандықтан, өзім әртүрлі сезімдерден өттім. Бала пайда болу, ол кәдімгі парыз, шыны керек. Сөйтіп парыз деп қарауға болады. Бірінші күннен аяғына дейінді. Өйткені ол өмір деген өмір өзі парыз. Сен бірдеме бересің, саған қайтарып береді деген сияқты. Егер, мысалы, біз айтқан адамға, егер маған қалай көмектессем деген, сен ақша жібер десең, егер ол сенің құрбың болсын, ақша жіберсе, ертең сен оған қайтадан жібересің. Ол парыз. Бірақ өмір ол енді 8 деген знак болады. Сонда ол бітпейтін нәрсе. Ал енді бала туылғанда, мен өзім балам туылды, мен бүйтіп қарадым, мен ойладым, танымайды екен бұл кісіні. Бүйтіп ойладым, бұл кісіні білмейді екен, кім екен бұл, түрі таныс екен деген сияқты. Бірақ ішімде ешқандай андай бір ғажап, қиял нәрселер болған жоқ. Мен тек қана ойладым. Мен қазір бұл балаға, бұл адамға, егер омырауыма салып, егер оны тамақтандырылмаса, қазір бұл адам өледі. Кәдімгідей өзіме түсіндім, бұл адам өледі, егер мен оған тамақ қазір бермесем. Содан екінші ойым, бұл адамға тамақ беру, тамақтандыру менің парызым. Содан мен алып, бұл баланы өзіме омырауыма салып, оны содан бірден сен айтып кеткендей танысу басталды. Танысу басталды, енді шыны керек, арғарай енді ғажап та болды, бәрі көптеген құбылыстар ішімде пайда болды. Мен есімде менің құрбым звондайды, бір ай өткенде ма, 1 ай өтті ма, 3 ай өтті, 1 ай өтті, айтады. Қалай, сен неге стадияға келдің ба, бұл басқа өмір жоқ сияқты. Осы бала әрдайым сенің өміріңде болған сияқты. Сондайға келдің ба деп сұрайды, өзі қызығып. Өзі бала жоқ ол кезде оны. Мен айтам, жоқ. Сонда ойлаймын, не алып соны сұрап жатыр деп. Бірақ бір уақыт өткеннен кейін, бір кезде ойлайсың, бұл жоқ болған кезде де болды. Бұл өмірің, бұл адамсыз өмір болмаған сияқты деп, ондай жағдайда болды, бірақ ол бірнеше уақыт өткеннен кейін. Ал басында енді кәдімгідей бұл танысасың, осындай екен, осылай жылайды екен, осылай сөйлейді екен, оның мінезі бар екен, менің де мінезім бар екен деп, өз мінезіңді, шекараларыңды қоясың. Әрине, сондай нәрселер болады. Сондықтан өзім ойлаймын, сол парыз деген нәрсе жақсы сөз. Егер өзімізге сондай бір фундамент қоятын болсақ, өмір жеңілдеу болады, шын. Ол адамдар ойлайды, мен қазір парыз десем, өйткені біз білеміз қазір бір осындай көптеген нәрселерді шығады, ешкімге сен еш нәрсе қарыз емессің, өзіңді ойла деген сияқты сөздер көп. Бірақ мен өзім ойлаймын, егер мен тек қана өзімнің өмірімді айта аламын, егер мен сөйтіп ойлайтын болсам, көптеген қызық нәрселерден қалып қалушы едім. Дұрыс айтасың. Сондықтан келісемін. Бала болу, әйел болу, бір өзіңе енді шын, бірақ өзіңді қимайсың ғой, енді бүйтіп сындырып
істемейсің. Мгм. Арасында бір баланс деген нәрсе ғой, табу керек. Мгм. Өзім деп ойлаймын. Келісемін, күшті ғой. Жаңа сен айтып кеттің ғой, жаңағы жұмысқа тез шығып кету дегендей. Кейде енді әйелдер мүмкін жалғыз басты ана болса, немесе күйеуі жұмыс істемейтін болса, кейде сол мәжбүр болады да жұмысқа шығуға. Сол кезде ол кезде енді. қатты кінәлі сезінеді көп әйелдер. Сондықтан да ғой алдында айтып жатқаным, көп кінәлауға болмайды бұндай жағдайларды. Бірақ дегенмен, осы депрессияға түскен адамдармен көп сөйлесу керек деп ойлаймын да, өйткені үйде баламен отырған кезде ол ешкіммен сөйлесе алмайды. 24 сағат тек қана баламен контактіде отырса, жыныруға дейін дайын болады да. Содан кейін ана көңіл күйі болмай, бір ашушаң болып тұрады. Сол кезде көп сөйлесу керек. Тек анда ақыл бермей, просто тыңдау керек та. Анау өзінің шағымдарын айтып, бір өзінің дене бітімі өзгерістерінің проблемаларын айтып, әйтеуір бір не айтқысы келеді, соны әйтеуір бір бос бір құлақтар керек деп ойлаймын да. Егер сіздің жақсы бір қасыңызда мағынада. осындай, егер қасымызда бір босанған дос, әйел, немесе сіңілің болсын, кім болсын, оған кішкене көңіл аудару керек десейші. Әрине, кейде анау ер адам жұмыстан келген кезде әйел деген ренжиді, неге менімен сөйлеспейсің, неге сен мен әдемі деп айтпайсың деп. Кейде ер адамдар шағымын айтады әйелдерге, сен бала тумай тұрған кезде маған таңертең тамақ жасап жұмысқа шығарып салып тұратын едің, қазір сен мені қазір құрметтемейсің, анау мынау деген әңгімелерін айтады. Сол кезде екеуі де бір инфантильный позицияда болып қалатын сияқты да. Бұл жерде айтайын дегенім, әйел де ер адам да жаңағы жаңа рөлді өзінің өміріне қалыптастыруды үйренеді. Мысалы, мен қазір ана деген рөлім пайда болды. Мен ана ретінде өмірімде қандай өзгерістер болып жатыр. Күйеуіммен қандай қарым-қатынастамын. Ол енді әке деген жаңа рөлде болып жатыр ғой. Иә, оған да қиын. Мен қазір тек әйелдердің құқығын қорғау керек демеймін. Ер адамдарға да өте қиын. Көбінесе консультацияда да келеді ер адамдар. Мен не істеймін, анау жылай береді деп. Ашуланған кезде мен қуып жібереді, бүйтеді, сөйтеді деген кезде, әрине сол эмоционалды сауаттылығын арттыруға көмектесемін. Сол жұмыс көбінесе сол қолдаумен өтеді. Тіпті әйел депрессияда болғанда оның өзінің күші жетпейді да. Жаңағы міндет дейсің, парыз дейсің, оған ми жетпейді. Просто жетпейді. Қазір депрессияда болған әйел, оған күші жоқ. Ол деген күші тек қана былай отыруда. Не істесем болады екен, мен өзімнің дене бітімім қайда, баланы жабысып қалған сияқты да, туалетке де бармайды. Сондықтан да бұл жерде кәдімгідей екі жақты сауаттылықты арттыру керек. Мен әке рөлім қандай, аналық рөлім қандай. Қалай өсе аламыз, қалай екеуміз өзіміздің күшімізді біріктіре аламыз. Немесе мүмкіндік болса, қаржылай, әрине психологқа бару керек деп ойлаймын. Ол деген кәдімгідей жақсы отбасыға сақтауға бет бұратын болса, әрине жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ол деген тек бала туа салдың болды, отбасы емес. Ол кәдімгідей өмір бақи жұмыс. Енді қорытындайтын болсақ, осы біздің әңгімемізді, егер іште бір қиындықтар, іште бір сұрақтар пайда болып жатса, жаңа рөлде, ана болған рөлде сөйлесу керек, айту керек. Егер қасыңызда сіздерде сондай таныстарыңыз болса, оларға бір қолдау көрсету, ол да бір кәдімгі көмек болуы мүмкін ол адамға. Өйткені сен айттың, мен өзім бүйтіп ойлап қалдым да, шын керек, біз әркім өз өмірімізбен қызығып жүреміз ғой. Босанды ма, жақсы бір әйтеуір құттықтадың да қойдың, ал шыны керек, қалайсың сен, мен де білем, мен де сен сияқты өттім, мынандай жағдайда деген бір мүмкін бір жай ғана бір жылы сөз адамға, анаға, жаңа болған анаға бір жақсы, бір жылы нәрсе болып қалады. Сондықтан қолдау деген сөз жақсы, қазір бір сөз пайда болып жатыр. Қолдаудың күші өте күшті ғой. Қолдаудың күші өте көп. Осымен тағы да бір қосқым келеді да, жаңағы қоғамда да кейде көп десе береді әйелдерге ше.
енді босанды ма, екіншісін қашан туасың, үшіншісін қашан туасың деген сияқты бір шекараны бұзатын бір сөздер болады. Әрине бұл деген ойланбай айтуы да мүмкін, немесе жақсы болсын деп айтқысы келеді, бірақ дегенмен бұл әйелге де қатты тиюі мүмкін. Осы жағдайда да әйел де үйрену керек та. Кешіріңіз, бұл менің күйеуіміз екеуміздің жоспарымыз. Жауап беру керек десейші. Бұны өзіміз шешеміз. Тек ашуланып кете салмай, ашық айту. Сол егер әйел ер адамда үндемей қалып отыра берсе, ол әр кездескен сайын оны айта береді жұрттар. Сондықтан да бұл жерде де тоқтату керек. Анық тіке айту керек та. Шекара бұзылса, оны сол жерде айтып жіберсең, ары қарай ол бармайды деген сөз. Жылап айтсаң да, қиналып айтсаң да, аузың, мұрның дірілдеп, біртүрлі болып айтсаң да, әйтеуір жеткізсең, жеткілікті. Менің ойымша, ол кәдімгідей эмоция арқылы айтылған сөздер жүрекке тиеді, жүрекке барады. Сондықтан да үндемей жүре берсең, оны ешкім білмейді. Ана бір интернетте прикол бар ғой. Мені ешкім жақсы көрмейді деген сөйтіп құрбысы айтады. Сен бәрінен сұрадың ба дейді. Сол сияқты өзіңіз қалауларыңызды айтпағанша ешкім оны тауып бере алмайды. Ешкім мынандай Құдай сияқты бір ойларыңызды түсініп, автоматты түрде сезе алмайды. Сондықтан да бәрін айту керек. Не қалайсыз, оны қалағандарыңызды ала алмасаңыздар, басқалардан сұраңыз, қолдарыңыздан келіп жатса, өздеріңіз жасап көріңіз. Бұл деген еркек бәрін жасау керек деп тоже болмайды, сондықтан да бұны талқылау керек та. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, жаңағы әйел босанды ма, оның ең басты міндеті өзі және баласы. Өйткені симбиоз деген нәрсе бар. Бала 2 жасқа дейін әйелдің жалғасы. Сондықтан да әйел шаршайды, өйткені екіге бөлінген нәрсе ғой енді. Өзін бөлек бүтін адам сияқты сезе алмайды да, өйткені шаршайды содан. Құйрығым деп айтады ғой кейбіреулер. Артынан жүре береді, бір өзі бөлек бір нәрсе жасайын десе де, анау қалмайды артынан, өйткені сол уақыт сондай, сол балалардың өсе келе бір деңгейі ғой. Енді бұл жерге қорытынды сияқты айтатын болсақ, сенің сөзіңмен шындықты айту, ішіңдегі болып жатқан құбылыстардан қашпау, сөйлесу, босанудан кейінгі депрессия, ол әйелге әрине тән нәрсе, бар нәрсе, және де отбасыда келесі бір этап деген қарау керек. Және де сондықтан өздеріңізден қорықпай, өздеріңізді ары қарай тани беріңіз. Ол өте қызықты бір саяхат. Өйткені өмір өзі ол сондай. Ол осындай әртүрлі нәрселерге бай. Ол жерде ағы да бар, қарасы да бар, қызылы да бар, көп деген түстер бар ішінде. Оны енді тану тек қана осы өмірді жолын өту ғана, бір ғана жол бар. Сондықтан аман болайық, адал болайық, ана болайық. Барымыз де жеткілікті жақсы ана болайық дейсің ғой. Ана болған, ол да бір әрине өте керемет нәрсе. Сондықтан қиыншылықпен келетін. Бірақ оның да сол қызығы сомен өзі қызық ана болу. Негізі әйел, ер адам отбасы болған кезде бәрі ойлайды, мен автоматты түрде бәрін білемін деп. Бірақ дегенмен жаңағы өсіңіз, дамыңыз деп жатсың ғой. Біз деген энциклопедиямен кәдімгідей жүктелген информациялармен, мәліметтермен туылмаймыз. Сондықтан да сізбен бәрі дұрыс. Әр кезең сайын қателессеңіз де қайтадан бастауға болады. Сол эмоционалды сауаттылықтарыңызды жетілдіре беріңіз. Сондықтан да айтарым сол, қате болу керек. Қатенің арқасында біз өсеміз. Сәттілік. Рахмет. Сонымен сен айтып кеткендей, қателік болу керек.
қателік ол да бір адамға сай нәрсе, содан қорықпайық. Солай. Құрметті көрермен, егер сіз босанудан кейінгі депрессияға түсіп қалсаңыз, сізге көмек керек болса, Esquire және сезім платформасының атынан психологтың бірінші сеансына 50% жеңілдікті ұсынамыз. Сәттілік, келесі кездескенше.